Тік төртбұрыштың ұзындығы 4 см, ені 3 см. Тік төртбұрыштың ауданы неге тең? Бірінші тәсіл. Тік төртбұрыштың ауданын табу үшін оның ішіне неше сантиметр шаршы сиятынын табу керек. Ол үшін осы тік төртбұрышты сантиметр шаршыларға бөл. 1 квадрат сантиметр бұл қабырғасы 1 сантиметр болатын шаршы. Шаршылар санын сана. Олар 12. Тік төртбұрыштың ауданы 12 квадрат сантиметр. Екінші тәсіл. Тік төртбұрыштың ұзындығы 4 сантиметр. Бұл қабырғасы 1 сантиметр болатын 4 шаршы. Тік төртбұрыштың ені 3 сантиметр. Бұл қабырғасы 1 сантиметр болатын 3 шаршы. Қабырғасы 1 сантиметр болатын 4 шаршыдан тұратын 3 қатар болады. 4 көбейту 3 тең 12. Квадрат сантиметр тік төртбұрыштың ауданы. Тік төртбұрыштың ауданын табу үшін ені мен ұзындығын көбейту керек.